Ұзақ уақыттан бері адамдар теңіз түбін зерттейтін құрылғылар шықпайынша, ол жерде не бар екен, қандай құпиялар бар екен деген сұраққа жауап іздеп келеді. Су астында саяхаттау кезінде адамдар табамыз деп ойламаған біраз ерекше нәрселер тапқан. Кезінде су астына кеткен кемелер өзімен бірге біраз құпияларды алып кеткен. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге теңіз түбінде табылған 10 ерекше заттарды айтамын. 1969 жылы айға ұшырылған Аполло 11 қозғалтқышы Атлант мұхитының түбінен табылған. 2012 жылы Amazon дүкенінің директоры Джефф Безос ракетаны табу үшін іздеуге кіріседі. Ракетаның бөлшектері 4300 метр тереңдікте гидролокатордың көмегімен табылған. Оны алып шығуға 3 апта уақыт кеткен. Кейін оны американдық ғарыш агенттігіне тапсырған. 2009 жылы Мохаммед Нашид әлемде алғаш рет су астында келісім-шарт жүргізеді. Мәжіліс 6 метр тереңдікте Керефуши аралында өтеді. Мальдива президентінің бұлай істеу себебі климаттың өзгеру, мұхиттың деңгейінің көтерілу мәселесіне назар аудартқысы келген. Мексикада көл түбінде Анхелита үңгірі жасырынған. Көлдің астына түсе берсеңіз өзенді кездестіруге болады. Яғни су астында тағы да бөлек су бар. Шын мәнісінде ол химиялық реакция. Үңгір ішінде одан да басқа да таңғажайыптар көп. Теңіз түбінде табылған кемелерді түсінуге болады. Ал теңіз түбінде табылған локомотив қалдықтарын қалай түсінеміз? 1985 жылы Нью-Джерсидегі Лонг Бранч жағалауында сирек кездесетін 1850 жылдың локомотиві табылған. Кейбір деректер бойынша олар сол жерге құйынның әсеріне жетті деген сыбыс бар. 1985 жылы сүңгуірлер кенеттен тасты монументтерге кездеседі. Су астында табылған монумент Йонагуни деген атқа ие болады. Структураға қарасақ, тегістеу келген террасы баспалдағын еске түсіреді. Ғалымдардың айтуынша монументтің тұрғызылғанына 5000 жыл болған. Егер сіз өрмекшілерді құрлықта ғана өмір сүреді деп ойласаңыз, онда сіз Серебряна өрмекшісі туралы әлі білмейсіз. Ерекше қабілетінің арқасында су астында шаштарының арасында сақталып қалатын ауаның арқасында оңай өмір сүре алады. Су өрмекшісі Еуропаның барлық жерлерінде және Солтүстік Азияда мекендейді. Қытайдағы Чжэцзян хандығының аралында су астында бүткілде бір қала жатыр. Кестің құрылысы кезінде бұл жерде су шайып алып кеткен. Су астына 50 000 акр ауыл шаруашылығы және 27 қала кеткен. Солардың көпшілігі бұзылмай сол күйінде қалған. 2007 жылы гидролокатор арқылы батып кеткен кемелерді іздеушілер Мичиган көлінен су асты структурасын тауып алады. 15 метр тереңдіктен табылған структураның сыртқы көрінісі Стоунхенджге ұқсас. Бұл ескерткіштер шамамен 10 000 жыл бұрын салынған деп есептейді. Теңіз түбіне кеткен кемелермен бірге оның тасып келе жатқан мүліктері де кетті. Бірақ бағалы кемелер көп болған жоқ. Солардың бір британдық саудагер SS Кайырсофының бағалы кемесі. 1940 жылы оны үнді порттары алып шыққан болатын. Бірақ кеме соңына дейін жете алмай, неміс субарының қолынан батып кетеді. 2013 жылы табылған қалдықтардан 48 тонналы күміс табылады. Бұл тек табылған бағалы заттардың 20% ғана. Қалған 80% әлі де су астында жатыр. 2013 жылдың желтоқсан айында Канкунде ерекше мұражай ашылады. Ол мұражай құрлықта емес, су астында 2 метрден 10 метр тереңдік аралығында орналасқан. Ол мұражайда шамамен 400 ескерткіш бар. Ол ескерткіштер ерте дәуірден бастап қазіргі күнге дейінгі адамдардың бейнесін көрсетеді. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен FT Fury Clickbus каналынан. Дауыс үшін кешірім сұраймын. Видеоны лайк басыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарияға қандай видео жасағанымды қалайсыздар, соны қалдырып кетіңіздер. Аман, сау болыңыздар.